Ассалаумағалейкум, мен Дархан Абдуахит, эфирде кабинет бағдарламасы. Қазақстанда индустриалды инновациялық даму бағдарламасына қажетті мамандарды дайындайтын 10 оқу орны іріктелді. Бұрын соңды елімізде мұндай жоба болған емес. Айта кетейік, оқу тегін болады, демек магистранттарға жүктелер міндет бар. Өткен бағдарламада білім және ғылым вице-министрі Такир Балықбаевпен басталған әңгіменің жалғасын назарларыңызға сұнамыз. Оқу тегін деп қалдыңыз. Студенттерге қойылар арнайы бір міндеттемелер бола ма? Әрине, оқу тегін, оған мемлекеттік грант бөлініп жатыр, бірақ біздің магистранттардан да және осы оқыған магистранттардан әрине міндеті болу керек. Сол себепті қазір 3 жақты келісім шарт жасаймыз. Ол келісім шартқа жоғарғы оқу орны, өндіріс орны және жаңағы магистрант үшеуі қол қоятын болады. Ол жерде арнайы бірнеше шарттар жасалатын болады. Қандай? Біріншіден, жоғарғы оқу орны теориялық дайындығын береді, практикалық дайындықты жаңағы болашақ жұмысқа баратын өндіріс орнында өтетін болады. Сонымен бірге жаңағы біздің магистрант оқуды бітіргеннен кейін сол жаңағы өндіріс орнында бірнеше жыл жұмыс істеуі міндетті болатын болады. Сонда үш жақтың да міндеті, үш жақтың да және құқықтары бәрі сол келісім шартта анықталатын болады. Сол жерде біз жаңағы теориялық және практикалық оқуды салыстыру, сонымен бірге ертең жұмыс істеу құқықтарын бәрін реттеп беретін боламыз. Сонда бізді бітірген бала ертең міндетті түрде сол жаңағы кәсіпорында жұмыс істейтін болады. Міндет орындалмаған жағдайда? Міндет орындалады, оны біз енді алдын ала келісіммен жасаймыз. Егер орындалмайтын болса, онда келісім шарттың ұсынысына байланысты ол кісіге шыққан қаржыны қайтару керек болады. Оның бәрін сол жаңа келісім шартта толығымен жазып шығамыз. Біз жаңағы осы мынау тегін оқитын, мемлекеттік тапсырыс негізінде оқитын жастардың барлығы екінші сыныптан бастап бізде өндірістік практикаға шығу керек. Сол кезден бастап өзінің болашақ жұмыс істейтін орнына практикаға шығып, сол жерде жаңағы бүкіл жұмысын орындап, оқуды бітірген кезде дайын маман болып, және қай жерде жұмыс істейтін білетін болып, сол жерге бару керек қой. Міне біздің мақсатымыз осы. Соның мынау бір алғы шарттары осы бағдарлама. Енді бұл бағдарламаға келетін болсақ, бұның тағы да бір айтатын жағы бар. Шындығында бұл бағдарламаны біз тек қана индустриялық осы инновациялық дамудың мамандарын ғана дайындау емес, бұл жаңағы біздің университеттердің бүгінгі таңда потенциалын жоғары көтеру мүмкіндігін. Өйткені олардың бәсекеге қабілеттілігін көтеру. Себебі осы жаңа бағдарлама жасау арқылы шетелдік мамандармен байланыс болады. Және жаңа бағдарлама жасаулардың негізін жасайтын болады. Одан кейін ұстаздардың біліктілігін арттырамыз деп отырмыз ғой. Ұстаздардың кәсіби біліктілігі жоғары болады. Одан кейін үшінші жаңа лабораториялар бар. Осындай мүмкіндіктен пайдаланып, жаңа жоғарғы оқу орындары басқа да мамандықтар ашып, және сол мамандарды да мамандықтарды да жаңа мамандар жасауға мүмкіндігі болады. Ол деген біздің жаңағы жоғарғы оқу орындардың мамандарына бір жағынан тапсырыс көбейетін болады, және олардың мүмкіндігін жоғарылататын болады. Сол себепті біз бұл 10 жоғарғы оқу орнына үлкен үміт артып отырмыз. Шындығын айтқанда, бұл өзі бірінші рет, біздің осы тәуелсіз Қазақстанда бірінші рет біздің жоғарғы оқу орындарына, университеттерге арнайы жасалып жатқан бағдарлама. Бұл жерде жаңа оқу бағдарламасының мазмұнын және практикалық жағынан лабораториясын және ұстаздарының бәрін бір уақытта дайындайтын үлкен инвестиция. Сондықтан бұл инвестицияны біз өте ұстаздар да, жоғарғы оқу орындарда жақсы қабылдап жатыр, және ары қарата оны іске асырамыз деп ойлаймыз. Үлкен серпін беретін дүние сияқты қанша дегенде. Беру керек. Біздің ең негізгі идеямыз осында. Шындығында бұл бір үлкен серпін беру керек. Өйткені біз осы арқылы биыл тағы да бір-екі осы секілді бағдарламалар жасайын деп отырмыз. Бір жаңағы жоғарғы оқу орындарын кішкене дамытып алсақ. Олар бір даму деңгейіне жетсе, ары қарата өзі дами береді. Сондықтан осы мынау алғашқы түрткі болып, үлкен көтеріп тастайды деген үмітіміз бар. Өте көп. Және оған сеніміміз көп. Өйткені бәрін дайындық жұмыстарын қазір жасадық. Қазір біздің жоғарғы оқу орындары бағдарламаларын жасап жатыр. Одан кейін ары қарата тағы да уже күзде қабылдай бастайды. Соңғы технологияның соңына ілесу әрине қиын. Алайда біздің елімізде, мысалы, құрал жабдықпен қамтуға келген кезде бұл мәселеге қандай көңіл бөлінген? Мен сұрап отырғаным, теорияда бір басқа, өндіріске келген кезде мүлде бір басқа қондырғылар. Мен мысалы жұмыс істейді деген әңгіме айтылады соңғы кезде. Осындай олқылықтар болмау үшін қадағалау,
бар ма? Жаңағы сөзіңіз дұрыс. Әрине біздің жоғарғы оқу орындарында көптеген жаңа қондырғылар да бар. Жаңа лабораториялар да бар. Оны кейде бірігіп жаңағы осы өндіріс орындарымен бірігіп алып жатқаны, немесе жоғарғы оқу орындарының өздерінің сатып алып жатқандар. Бірақ өкінішке орай жоғарғы оқу орындарының мүмкіншілігі өте жоғары емес. Сол себепті кейбір салада қондырғылар ескі. Олар енді бірнеше жыл болған, көптеген ондаған жыл болған сондай қондырғылар бар. Соларда мамандар дайындап жатыр, бірақ содан шыққан мамандар өндіріс орнына келгенде жаңа технологияларда кішкене басқаша қайта оқуына тура келеді. Сол себепті біз қазір мына осы индустриялық инновациялық даму бағдарламасындағы жаңа бағдарламаларымыздың бәрін соларға арнайы қондырғы дайындап жатырмыз. Олар біздің жаңа өндіріс орнында болатын қондырғыларды дәл осы жоғарғы оқу орындарында дәл сондай болып, соған жаңағы біздің жастар үйренуі қажет. Сол себепті қазір қандай қондырғылар қажет, оның бәрін толық талқылаудан өтті. Соның бәрін қазір тізім анықталған. Соны алдағы 3 жылда біздің оқу орындары сатып алып, өздеріне орнататын болады. Солардың барлығын, әрине сатып алу барлығы енді мемлекеттің қаржысы болғаннан кейін біз толық қадағалап отырамыз. Бірақ біздің ойымызша, сол жаңа қондырғылардың бәрі келгенде біздің жоғарғы оқу орындарында бірнеше бүгінгі қазіргі заманның талабына сай жаңа лабораториялар болады деп ойлаймыз. Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингтің бірінде сіз кәсіптік техникалық білім алу болашақта тегін болады деп едіңіз. Қай уақытта айттыңыз? Қашан басталатын дүние? Жастарға бірінші кәсіптік техникалық жұмысшы мамандығын беру деген ол бір үлкен қазір үрдіс біздің елімізде басталып жатқан. Ол елбасының өткен жылғы Қазақстан халқына жолдауында берген тапсырмасында айтылған болатын. Ол идеяның негізі келесі мәселеде. Бүгінгі таңда біздің мектеп бітірген жастардың басым көпшілігі жоғарғы оқу орындарына және техникалық кәсіптік білімге барып жатса да 20-30 мыңдай бала бүгінгі таңда еңбек нарығына ешқандай кәсіпсіз шығып жатыр. Одан кейін олардың ешқандай мамандығы жоқ болғаннан кейін, яғни оқуға түспейді, иә, оқуға түспейді, жұмысқа барады, өйткені балалардың бәрі түспейді сондай бөлігі. Сондай болатын болса, мысалы ол балалар бүгінгі таңда қандай жұмыс істей алады? Тек қана ешқандай мамандық талап етпейтін қара жұмыс, немесе жаңағы сол жүкші бола ма, сондай енді бір жеңіл жұмыстардан басқа ештеңе істей алатын мүмкіндігі жоқ. Ол жұмыстар оның біріншіден материалдық жағынан да қиыншылығы бар, екінші жағынан ол жұмыстардың барлығы ертең обалардың ары қарата дамып өсуіне кедергі келтіреді. Сондықтан елбасы тапсырма беріп, біздің елімізде әрбір жас ең бірінші жұмысшы мамандығын алып шығу қажет деп. Ол жаңағы кірпіш қалайтын бола ма, сылақшы бола ма, немесе токарь бола ма, немесе слесарь бола ма, немесе электр жөндеуші бола ма, тағы басқа мамандықтарды алып шығу қажет деген тапсырма берген. Сол себепті біз қазір жаңа білім туралы заңға осындай жаңа ұсыныс енгізіп жатырмыз. Біздің жастарға бірінші жұмысшы мамандығын ақысыз түрде беру, мемлекеттік тапсырыс негізінде. Оны мемлекет кепілдік ретінде беріп отырады. Сонымен қосымша екінші сол кепілдікті біз енді биылдан бастап іске асырып жатырмыз. Биылғы жылдың бюджетінің өзінде белгілі бір қаржы бөлінді. Біздің жоспарымыз бойынша 5-6 мың бала биыл осы бағытта жаңа жұмысшы мамандығын алу үшін ақысыз оқуға түсетін болады. Сөйтіп бірінші жұмысшы мамандығын алып, одан кейін еңбек нарығына шығуға болады. Алдағы 3-4 жылда біз жаңағы осы балалардың санын көбейтіп, жаңағы өзіміз айтып отқан 20 мың балалардың барлығын толық қамту мүмкіндігін қарастырып көреміз. Бұл өзі жеке бір үлкен бағдарлама, және бұл бағдарламаны қазір біз асыруды бастадық. Биыл 1 қыркүйекте бірінші балалар осы бағдарлама бойынша оқуға келетін болады. Еліміздің колледждері қабылдай бастайды, иә? Биыл барлығы қабылдай бастайды. Бұл жерде жаңағыдай арнайы бөлінген колледждер жоқ. Еліміздің колледждердің басым көпшілігі қабылдайтын болады. Техникалық жаңағы жұмысшы мамандығы бар колледждердің көбісі. Бұрынғы біз айтатын едік қой, кәсіптік техникалық лицейлер деп. Солардың барлығында осы мамандықтарды қабылдайтын болады. Ең соңғы сұрақ болсын, негізі грант бұрыннан бері бар емес пе колледждерде? Колледждерде мемлекеттік тапсырыс бұрыннан бері бар. Ол жерде бірақ жаңағы өзі шектелген біріншіден, және арнайы мамандықтарға мемлекеттік тапсырыс бойынша келетін. Сол өндірістің экономиканың қажеттілігіне байланысты. Ал бұл жерде біз жаңағы жастарға жұмысшы мамандығын беру үшін қосымша мемлекет тағы қаржы бөліп жатыр. Уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет айтамыз, Закир Оспанұлы. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Аз сөйлестік деп ойлаймыз. Сіздерге де табыс тілеймін.